Хаттаб радиаллаху анху, бұл екінші халифа деген сөз, яғни басшы деген сөз. Сол кісі басшы болып тұрған кезінде Мәдина қаласында ол кісі түнде сол киімін өзгертіп киіп алып, адам танымайтындай көріністе аралайтын еді. Және ол жанында көмекшісіне айтатын еді, егер осы жолда бір жер жарамсыз болса, соған есек аяғын тығып алып, аяғын сындыратын болса, қияметте Омар жауап береді оған деп айтатын ол кісі. Сөйтіп, күніге әдеті бойынша көмекшісін ертіп алып, адам танымайтындай киімдерді киіп алып, екеуі аралайтын еді. Сөйтіп, күндердің күнде сол әдеті бойынша аралап, елдің, халықтың жағдайын көріп, көзімен қалай болып жатыр деп келе жатса, жолдың бойында бір әйел кісіні көреді, жанында екі баласы жылап, тоқтаусыз жылап жатыр. От жағып отыр. Жай жанына келіп, от жағып отырған әйел кісінің жанына келіп сұрай бастайды. Кімсіз дейді. Осы Медина халқымын дейді. Үй жайыңыз жоқ па дейді. Үй жайым болса, далада отырмаймын ғой дейді, әйел кісі айтады. Мына балалар кім десе, менің балаларым дейді. Әкесі қайда десе, әкесі өмірден өтіп кеткен. Бұл балалар жетім балалар дейді. Мен жесірмін дейді. Енді балалар неғып жылап жатыр десе, қарны аш дейді. Жейтін тамақ жоқ. Сіз не істеп жатсыз десе, мен енді сол қазанға суды құйып қойдым да, ішіне тас салып қойғам деді. Сол тасты сықырлатып айналдыра берем. Балаларым сабыр етіңдер, мені пісейін деп қалды, аз қалды деп, сол балаларым жылап күтіп ұйықтап қалады деді. Күнделікті біздің күніміз осылай өтеді деді. Бүгін де сол әдетім бойынша соны істеп жатырмын деді. Балаларым қарны аш болғандықтан жылап жатыр деді. Омар Хаттаб ана сөздерді естіген кезде өзінен кетіп қала жаздады дейді, жаңында көмекшісі айтады. Бірақ өзін әрең ұстап тұр. Егер жейтін тағамдарыңыз болмаса, неге халифаға айтпайсыз барып дейді. Басшы бар емес па? Десе, жаңағы әйел кісінің айтқан жауабы, ол басшылыққа, қызметке келген болса, неге біздің жағдайымызды ол өзі келіп білмейді дейді. Мен неге ол кісінің алдына барым керекпін дейді. Сол кезде барып жаңағы Омар Хаттаб, мен сізді түсіндім дейді, бәрден өзі жаңағыдай үйіне қарап жүгіріп кетеді. Үйіне барып өзінің жаңағыдай қазына дейміз ғой, өзінің қазынасына барып жаңағыдай май, қажетті азық түліктерді алып, бір қолымен ананы көтеріп, екіншісін иығына салып алып, онды келіп, жанында көмекшісі беріңіз көтерейін десе, араласпа дейді. Ертең қияметте Алланың алдында осы жағдайға сен жауап бермейсің дейді. Мен жауап берем дейді. Құдай мені кешірсін, Омар сондай кісілердің жағдайын неге білмеді деп, өзін жаңағыдай былай айтқан кезде кінәлі санап, барып, жаңағы әйел кісінің жанына келіп, жаңағы қазанды өз қолына алып, майын құйып, жаңағыдай азық түлігін тамақ жасай бастайды. Сөйтіп тамақты пісіріп, жаңағы екі баланы қайттан тамақтандырып, олармен ойнайды ана жерде. Екеуін күлдіреді, жаңағы екі кішкентай баланы. Сөйтіп олар ұйқыға кеткеннен кейін барып, жаңағы әйел кісіге айтады, өтініш сіз ертең осындай кеңсеге келіңіз дейді. Кеңсеге. Не үшін десе, сізді мен сөйге айтып қойдым. Сіз енді сондай тізімге ілініп, сізге күнделікті осындай қажеттілігіңіз беріліп тұратын болады. Деп ана әйел кісіні әрең көндіріп, жол жүріп кетеді. Содан бастап жаңа әйел кісі сол мемлекеттік жаңа қазынадан азық түлік бөліне бастады дейді. Сол уақыттан бастап сондай жоқ жітіктерге қазынадан байтылмал деп айтылады, бөліне бастады дейді. Міне осындай үлкен қиса өткен жалпы. Демек, жаңа айтқандай Хасан Басридің айтып тұрған сол басшылықтың бойындағы бірінші қызметі ол не екен? Бірінші қасиеті ол қызметкер. Ол қызметке келді. Басшылыққа келді деген сөз кез келген саланың, кез келген мекеменің жаңа айтқанымдай ол қызметке келді.